Бөрлі ауданына жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Қаймен Есенаманұлы Есендияров келіп, Қарашығанақ спорт кешенінде сала ардагерлері мен қызметкерлері, оқытушы жаттықтырушылар, спорт әдіскерлері және әдіскер нұсқаушылардың қатысуымен кездесу өткізді. Өткен кездесуде аудан спортының дамуы, спортшылардың жетістіктері мен алға қойған мақсаттары туралы баяндалды. Мемлекет басшысы тапсырмаларды іске асыру мақсатында Бөрлі ауданында бірқатар жүзеге асырылып келеді. Аталмыш шараларды жүзеге асыруда Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімімен бірге Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешені мен Бөрлі ауданының балалар жасөспірімдер спорт мектебі жоспарлы жұмыс атқаруда. Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөліміне аудан бюджетінен 2023 жылы 480 миллион 407 мың теңге бөлінсе, соның ішінде бұқаралық спорттық шараларды ұйымдастыру үшін 421 миллион 132 мың теңге бөлініп, аудан спортшыларын түрлі деңгейдегі жарыстарға, біріккен оқу-жаттығу жиындарына қатысу үшін 40 миллион теңге бөлінді. Бөрлі ауданында жалпы 34 спорт түрі кеңінен насихатталып, аудан тұрғындары спорт саласының дамуына, соның ішінде бұқаралық спорт дамытуға атсалысып, үнемі белсенділік танытып келеді. Жыл сайын дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылар саны артып, салауатты өмір салтын ұстанушылар қатары көбеюде. 2022 жылдың қорытындысы бойынша аудан халқының саны 56.206 адамды құраса, оның 39%, яғни 21.923 адам дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар. Тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстанып, тұрақты түрде дене шынықтырумен және спортпен шұғылдану үшін ауданымызда 135 спорттық құрылым, оның ішінде 9 тир, 3 спорт кешені, 87 жазықтық ғимараттар, 1 жүзу бассейні және 35 спорт залы қызмет етіп келеді. Бөрлі ауданында бұқаралық спорт пен дене шынықтыру ісін дамытуға бағытталған жұмыстар салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ тұрғындарды спортпен жүйелі шұғылдануға тарту жұмыстарын жоспарлы жүзеге асыру мақсатында Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешенінің ауылдық округтер бойынша 14 және Ақсай қаласы бойынша 5 спорт әдіскері және 4 әдіскер нұсқаушы қызмет атқаруда. Басқарма басшысы қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп, кездесу соңында азаматтарға жеке мәселелері бойынша қабылдау өткізді. Қаралып жатқан мәселе, мен оны келген жылдан бастап көтеріп аттым. Жаттықтырушылардың, әдіскерлердің, нұсқаушылардың жалақысы өте төмен деп. Енді күтудеміз, хат жаздық, тағы да жаздық. Енді тап қазір осы менің қолымда тұрып, немесе облыс әкімінің қолында тұрса, өсірер едік. Енді жоғарыдан келетін жаңа заң шығып, заңдық актілер шығып, содан кейін барып, ол күшіне енгеннен кейін барып біз көтере аламыз. Бірақ енді алдағы уақытта үміттенеміз. Жалақы әдіскерлердің, нұсқаушылардың, жаттықтырушылардың көтеріледі деп. Қазір енді жаттықтырушыларды көбейе қарағанда кішкене шүкірленді, әйтеуір осы соңғы 2 жылда 100%-ға өсті деуге болады. Жаттықтырушылардың қосымша үстемеақылы бар. Енді жаңа айтып отырмын, аздап болса да шайық. Қиындық бәрімізде де бар, жетіспеушілік бар, спорт инвентарлары жетіспейді, соның ішінде ауылға жетіңкіремейді. Мен де оның бәрін байқап отырмын, көріп отырмын. Бірақ енді Бөрлі ауданы, шынын айту керек, басқа аудандарға қарағанда шүгір бірлігер алдасыздар. Сосын да жаңа көріп тұрсыздар, мына қанша нәтиже. Әлем чемпионаты, Азия чемпионатынан осы нәтижелеріміз көрініп тұр. Сонымен қатар кездесуден кейін Ақсай қаласындағы спорт нысандары, Ақсай спорт кешені, Сұңқар спорт клубының жұмысымен танысты. Анаргүл Көшербаева, Майя Мерова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.